А, все, запись кірдім. Жалпы бүгінгі тақырып патофизиология пәні, міндеттері және тәсілдері. Жалпы нозология туралы ілім, сосын терминал жағдайлар, сосын реанимациядан кейінгі аурулар. Жалпы білеміз, патофизиология пәні деген нені зерттейді. Ол дерттану деген мағынаны білдіреді. Яғни пато сол білесіздер ауру деген мағына, физис деген жаратылыс, яғни қызмет жаратылыс, жалпы логос ілім деген мағына, иә. Жалпы осы патофизиология полный аурулар туралы ілім. Жалпы осы сұраққа, осы дерттану, нозология деген сұраққа басынан жақсылап мән беріңіздер, өйткені бұлар экзаменде келеді, обязательно келеді, и сіздерге түсіп қалу ықтималдығы бар. Жалпы патофизиология ол аурудың пайда болуын, дамуын және де аяқталуын жалпы заңдылықтан зерттейді. Осы патофизиология ілімін, осы бастап бірінші тақырып қой, енді осы жерде бір 5-6 ғалым бар, солардың аттарын жаттап алсаңыздар болады. Яғни бірінші ол Галлиот деген ғалым, яғни патофизиология терминін алғаш рет ғылымға енгізген, осы Галлиот деген ғалым 1819 жылы енгізді. Бірақ осы дерттану, жалпы экспериментальды патофизиология ғылымдарын осы Мажанди мен Клод Бернар деген ғалымдар осы қалаған болатын. Осы патофизиология дамуы, жалпы дамуында бірнеше ғалымдар бар, осыларды жаттап алу керек. Осы Пашутин, Фохт, Подвисоцкий, Богомолец деген ғалымдар бар. Яғни Пашутин деген ғалым, ол білеміз, ол Ресейде осы алғаш рет патофизиология пәнін кафедрасын ашқан ғалым болатын. Яғни ол алғаш рет Қазан университетінде осы патофизиология кафедрасын ашты. Ол өзінің еңбектерінде ашылу, зат алмасу, жылу алмасу, оттегінің жетіспеушілігі, осы жайлы өзінің еңбектерін шығарды. Яғни одан кейін, яғни алғаш рет Қазан қаласында ашылды. Одан кейін Фохт деген ғалым, яғни бұлардың жылдарын жазу маңызды емес, именно еңбектерін жазу керек, яғни еңбектерін және не істеді. Бірінші ол жаңа айтып кеткендей Пашутин ол Ресей қаласында, Ресейде Қазан университетінде, ал Фохт деген ол Мәскеуде өз осы кафедрасын ашқан болатын, и ол өзінің еңбектеріне осы жүрек тамыр патологиясын зерттеген болатын. Одан кейін Подвисоцкий деген ол Киевте алғашқы өзін сол Киевте патофизиология кафедрасын ашқан болса, ал Богомолец сол кафедрада жұмыс істеп өзінің еңбектерін жарыққа шығарған болады. Осы ғалымдарды кезегімен жаттап алсаңыздар, осыларды жазып беруге болады. Сосын осы Пашутин деген ғалым алғаш айттым жаңағыдай Ресейде патофизиологияның негізін қалады, лекция по общей патологии, және де сондай 2 томдық лекцияларын шығарып, жаңа осындай кітаптарын шығарған болатын. Сосын келесі бізде көрініп тұр ғой, слайд барлығы. Мынаны демонстрация не алмаппын. көрініп отыр. Жалпы міне, енді Қазақстанға келетін болсақ, Қазақстанда 1933 жылы ашылған болатын Асфендияр университетінде. Яғни ол жерде бізде алғаш рет осы Плеклер деген ғалым ашқан болатын осы патофизиология кафедрасын. Яғни ол басында ол жерде нақты патофизиология кафедрасы деп айтылған жоқ, бірақ зерттеулер жүргізіліп, қасында оның доцент көмекшілері болды. Ал нақты осы Асфендияр атындағы университетте 1946 жылы Глозман деген профессор сол кафедраның негізін қалады. Сосын бізде кезекпен кетеді. Қарағанды Асфендияр университетінен кейін Қарағанды медицина университетінде Лазарис деген ғалым сол кафедраны ашты. Одан кейін Назарова деген ғалым Семей медицина университетінде 1955 жылы ашты. Одан кейін осы неден Батыс Қазақстан облысының медицина университеті, яғни Марат Оспанов атындағыда 1959 жылы Маманова, яғни патофизиология кафедрасын ашқан болатын. Одан кейін бізде ең соңғы білесіздер МОАда 1967 жылы ашылған болатын, яғни Карпачев деген профессор өзінің қызмет істеп осы кафедраны дамытты. Яғни қазірдің өзінде осы Карпачев атындағы МОАда стипендия бар, яғни ол 2 еселеп осы патофизиология және патанатомия пәндерінен егер де барлығын 90-нан асырып жабатын болсаңыздар, осы стипендияны алуға мүмкіндік бар. Келесі, жалпы патофизиология пәнінің міндеттері, оны білеміз. Этиология, патогенез, яғни этиология дегеніміз
ол аурудың пайда болуы, иә, аурудың қалай пайда болды, неден мысалы жұқтырып алды ма, или там температура әсер етті ма, соның этиологиясын зерттейді. Ал аурудың даму жолдары қалай жүрді, қандай стадияда, өшу сатысы ма, және де басқалар деген сияқты даму жолдарын зерттейді. Одан кейін дәрігерлік дүниетаным, яғни жалпы кругозор дей ма, жалпы дәрігерлік дүниетанымды қалыптастыруға, яғни тәжірибелік емдеу тәсілдерін жетілдіруге, және дерттану жалпы қағидасын, яғни аурудың жалпы қағидасын бізге үйрететін осы патофизиология пәні. Жалпы осы патофизиология пәнінде бізде ең көп қолданылатын әдіс ол тәжірибе, яғни эксперименттік. Осыны жазып бересіздер, егер сұрақ келетін болса, эксперименттік әдіс. Яғни бұл басқарып, реттеп тұруға ыңғайлы жағдайда зерттеу мақсатымен белгілі бір құбылысты жасанды түрде шақыру не өзгерту болып табылады. Жалпы бұл бақылаудан айырмашылығы, яғни бақылауды біз только көзбен қараймыз, ал бұл жерде эксперимент кезінде осы зерттеліп жатқан объектімен өзара белсенді қатынас болады. Яғни жануарлармен, адаммен зерттеу кезінде. Жалпы осы тәжірибе кезінде көбінесе бізде жануарларға жүргізіледі, иә. Бізде осы жануарларға эксперимент әдісі бізде Хельсинки декларациясы бар. Яғни 1970-60 жылдары осы Хельсинки декларациясы қолданылған. Яғни жануарларға экспериментті жүргізетін кезде, олардың да нелеріне жалпы этиология, олардың мысалы оларға зиян келтірмеу деген сияқты олардың нелеріне қарау, сондай нәрселер қолданылады. Келесі бізде патофизиология негізгі зерттеу әдістері, жаңа айтып кеттім, ол патофизиология тәжірибе, яғни клиникалық бақылау және зерттеу болып табылады. Бізде осы патофизиология тәжірибенің ерекшелігін айттым, яғни бұл жерде жануарларда адам ауруларының үлгісін алуға болады. Естіліп тұр ғой, бәрі? Естіліп тұр ғой? Иә, естіліп тұр. Жалпы осы жануарларда адам ауруларының үлгісін алу. Адам ауруларының үлгісін алу дегеніміз қалай түсінеміз? Сіздер осы тақырыпты өттіңіздер ғой, Иә. Иә, өттік. Адам ауруларының үлгісі дегеніміз не? Эксперимент арқылы жануарларға енгізіп, ем жүргізіп көру. Адам бойында болатын ұқсас сондай нені алу ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сол адам ауруын, яғни жануарларға енгізу арқылы соларға препарат, әртүрлі заттарды сынап көруді бізде аурулардың үлгісін алу деп атаймыз. Яғни осы тағы да ерекшеліктер ол аурудың басталуын зерттеу, яғни жасырын, жалпы симптомсыз кезеңдерін зерттеу болып табылады. Сосын жалпы осы аурудың емделмей жүрген ауруларды зерттеуге болады. Сосын емдеу жаңа әдістерін дайындау, дәрі-дәрмектің әсерін осы жануарларға жаңа айтып кеткендей сынап көру болып табылады. Жалпы міне аурудың үлгісі дегеніміз зертханалық жануарларда адамның ауруларының көшірмесін алу, яғни атеросклероз, шок және де басқа да ауруларды жануарларда көреміз. Біз именно осы аурудың үлгісін кейбір жануарларда ала алмаймыз. Именно қандай аурулар? Ол бізде өспе, аллергия, яғни өспелерді жануарға салған кезде ол көбеймеуі мүмкін кейде. Аллергиялық аурулар, жыныстық аурулар, яғни жыныстық жолмен жұғатын аурулар, сосын психикалық аурулар. Яғни бұл жерде неге жануарларды көбінесе ала алмаймыз? Себебі біз олардан субъективті симптомдарды көре алмаймыз, субъективті өзгерістерді біле алмаймыз. Неге? Өйткені олар жылай алмайды, ол ауызмен айта алмайды, түрмен көрсете алмайды. Сондықтан жалпы осы эксперимент әдісін кітапта жазбаған 3 сатыдан өтеді. Яғни бірінші бастапқы саты, яғни ағзаның немесе организмнің қалыпты қызметін зерттеу болып табылады. Одан кейін аурудың эксперимент үлгісін алу, яғни аурудың дамуын зерттеу. Үшінші эксперименттік емдеу деп аталады. Яғни полный эксперимент біткеннен кейін оны емдеп жазу керек болып табылады. Яғни жалпы осы ауруды түсіну және де общий жасалған экспериментті жалпы тексеру болып табылады. Яғни патофизиология бізде білесіздер, негізі бірнеше бөлімдерден тұрады. Кейбір жерлерде екі бөлімнен де, кейбір жерлерде 3 бөлімнен, негізі патофизиология 3 бөлімнен тұрады. Бірінші ол жалпы патофизиология, одан кейін жекеленген, одан кейін клиникалық патофизиология. Жалпы патофизиология біз нені оқимыз? Ол жалпы нозология, этиология, патогенез, ұзын біртектес дерттік үрдістер. Біртектес дерттік үрдістер дегеніміз ол жаңағыдай қабыну, аллергия сияқты процестерді айтамыз.
ол жеке ағзалар деген ол түсінікті. И клиникалық патофизиология. Жалпы нозология дегеніміз ол осы нозология дегеніміз ол ауру туралы ілім, иә, ауруларды зерттейді. Жалпы осы аурулардың осы бірнеше терминдер бар, яғни аурулардың номенклатурасы дегеніміз ол белгілі ретпен ұйымдастырылған жеке аурулардың атаулары немесе олардың сипаттамасы, яғни белгілі бір топқа жататын аурулардың бізде аурулардың номенклатурасы дейміз. Олардың жіктелуі, негізі аурулардың жіктелуі өте көп. Жалпы бізде осы ауру және ауру алды жағдай деген бар. Ауру алды жағдай дегеніміз ол ауру алды жағдай дегеніміз дені сау адаммен және де ауыратын адамның арасындағы күйді бізде ауру алды жағдай деп атаймыз. Яғни бұл жерде биологиялық, әлеуметтік бейімделу анық төмендейді. Сол кезде денсаулық пен жалпы ауру арасындағы күйді біз ауру алды жағдай деп атаймыз. Яғни жалпы осы ауруға келетін болсақ, бізде 3 түрлі процесс бар. Яғни ол бірінші патологиялық реакция, патологиялық процесс, одан патологиялық жағдай ауру кезінде. Яғни патологиялық реакция дегеніміз ол патогендік факторлардың әсеріне жауап ретінде дамитын биологиялық мәнсіз, сәйкессіз, қысқа мерзімде жауап беретін реакция ғой. Жалпы ол кезде күнге қараған кезде, шаңға келген кезде, немесе бір дұрыс емес препарат салып қойған кезде болатын шок, мысалы көзден жас шығу, түшкіру деген сияқты. Қарашықтың кішіреюі, яғни біз жарыққа қараған кезде қарашық кішірейді, немесе қараңғы жерге кірген кезде, яғни жарықтың жетіспеушілігін қарашық үлкейеді. Осының бәрі патологиялық реакция деп аталады. Ал келесі ол патологиялық процесс, яғни ол белгілі, оған обязательно белгілі бір ықпал, яғни себепкер ықпал әсер ету салдарынан организмнің жауап беретін реакциясы. Яғни оған теріскен, сыздауық, пульпит, шихан сияқты ауруларды айтсақ болады. Яғни көзімде көріп тұрғандарыңыздай теріскен шығып кеткен. Жалпы бір тектес дерттік үрдістер жаңа айтып кеткендей, ол көптеген себептерден пайда болуына қарамай бір патогендік жолмен өтеді. Яғни қабыну, аллергия деп айттым ғой. Әрі біліністік, әрі қорғаныстық бейімделістік маңызы бар. Жалпы жоғары ұйымдастырылған жануарлар мен адам организмінде бірдей заңдылықпен өтетін процесстер дерттік үрдістер деп атаймыз. Жалпы осы бір тектес дерттік үрдістер ол қабыну, қызба, гипоксия, татуалмасулардың бұзылулары, аллергия, өспенің өсуі жатады. Бұларды алдағы тақырыпта жеке-жеке талдап өтетін боламыз. Енді дерттік жағдай дегеніміз, ол дерттік жағдай дегеніміз ол дене мүшелерінің теріс биологиялық мәні бар қалыптан тыс тұрақты ауытқуы. Яғни оған біз не айтамыз? Белгілі бір аурумен ауырады адам, ауырып болғаннан кейінгі қалатын осложнение, мысалы тыртық болуы мүмкін, соларды айтсақ болады. Осы дерттік жағдай деп атаймыз. Жалпы аурудың нышандары деген бар, яғни аурудың нышандары, яғни симптомдар деп атайды. Осы аурудың симптом ол белгілі бір ауруда болатын, адамда болатын жағдай дейді. Ал синдром дегеніміз ол симптомдардың жиналуын бізде синдром деп атаймыз. Бізде екі симптом бар, яғни ол тұлғалық симптом, яғни аяқ әйгілендердің болуы, яғни объективті симптом, субъективті және де объективті дегеніміз. Яғни ол субъективті дегеніміз ол және пациент немесе ауру адамның өзін-өзі сезінуі бізде тұлғалық, яғни субъективті симптом болады. Ал аяқ әйгіленуді, яғни дәлелдер арқылы зерттелген объективті симптом деп атайды. Сосын үшінші ол ортақ болған организмнің бейімделуінің шектеуін айтады, яғни шаршау, дененің әлсіреуі деген сияқты. Сосын еңбекке қабілеттіліктің болмауы болып табылады, яғни жұмыс істеуге қабілетсіздік деген сияқты сол жатады. Жалпы осы аурулардың жаңа айтып кеткендей жіктелуі өте көп, яғни ол бірінші этиологиясы бойынша, яғни пайда болуына байланысты ол туа біткен жүре пайда болған, инфекциялық және бейинфекциялық болып табылады. Ал патогенезі бойынша эндокринопатиялар, иммундық дерттік жағдайлар және қабынулық жағдайлар деп бөлінеді, яғни дамуына байланысты. Ал орналасуы бойынша ол қан жүйесінде, тыныс жүйесінде, жүрек жүйесінде, бүйрек ауруларында, зәр шығару жүйесінде, сондай сияқты орналасу локализациясына байланысты. Одан кейін жас мөлшеріне байланысты ол жаңа туған нәрестелердің аурулары, балалар аурулары, егде немесе қарт адамдардың аурулары, соның барлығы жатады. Ал емдеу әдістері бойынша хирургиялық, терапиялық болып бөлінеді.
Жалпы осы жалпы нозология дегеніміз не, ауру туралы ілім, ауру алды жағдай туралы түсінік деген сұрақ келуі мүмкін. Сол кезде осыларды жазып бересіздер. Бұлар жаттауға оңай, яғни этиологиясы бойынша сразу білу керек, пайда болу, патогенезі бойынша, ол даму бойынша түсінікті, яғни қабындылық болуы мүмкін, яғни иммундық дерттік жағдай, яғни иммунитеттің түсіп кетуі, немесе адамда бездер дұрыс бөлінбеу салдарынан болуы мүмкін, соларды жазасыздар. Одан кейін орналасу бойынша ол түсінікті, жас мөлшері бойынша, сосын емдеу әдістері бойынша. Сосын өту жылдамдығына орай ол жаңағы 4 түрге бөлінеді. Осы Нұрмұхамедұлы кітабында жазылған. Осы қауырт, жетілеу, созылмалы. Қауырт дегеніміз 4 тәулікке дейін даму, 4 тәулікке пайда болады. Одан кейін жеті деген жедел, негізі жетілеу деп солай аударған, жеделдеу деп атайды. 5-14 тәулік аралығында болатын аурулар айтады. Одан кейін жетілеу деген 15 пен 40 тәулік аралығында, сосын созылмалы. Ол бір немесе бірнеше айдан көп болатын аурулар бізде созылмалы аурулар деп атайды. Жаңа ауру алды жағдайды айттым. Жалпы аурудың өзінің бірнеше сатысы бар. Яғни ол бірінші бастапқы кезең, яғни одан кейін айқындалу кезең, яғни аяқталу және салдарлар, яғни салдары оның бірнеше болуы мүмкін, сауығу немесе өлім деген сияқты оны қазір айтамыз. Жалпы ауру алды жағдайдың өзінің бірнеше кезеңдері бар. Яғни бірінші латенттік кезең дейді, яғни жасырын. Ол аурумен ауыра ма, ауырмай ма, оны білмейміз ол кезде. Одан кейін продормалдық кезең деген бар, аурудың хабаршы кезеңі. Одан кейін жалпы осы ауру алды жағдайда егер де белгілі бір жаңағыдай симптомдар белгілі болатын болса, осы ем-доммен қабылдасақ, олардың үлкен ауруды, созылмалы ауруларды алдын алуға болады. Жалпы аурудың аяқталуы мен салдары. Аурудың аяқталу дегеніміз, бір ауру мысалы аяқталуы, ол 2-3 түрлі процесс болуы мүмкін. Яғни сіз ауруды анықтадыңыз, яғни ол жерде ол сауығу болуы мүмкін, өлім болуы мүмкін, созылмалы түрге айналуы мүмкін. Сауығу болған кезде ол толық және шала сауығу болуы мүмкін, сосын өлім, клиникалық және биологиялық өлім. Клиникалық өлім дегеніміз 4-5 минутқа созылатын өлім, яғни шоктан болуы мүмкін, немесе стресстан, әртүрлі жағдайлардан болуы мүмкін, ол 4-5 минутқа созылады. Сосын биологиялық өлім дегеніміз, ол адамның миы ең соңғы өледі, соның миының өлу салдарын біз биологиялық өлім деп атаймыз. Созылмалы түрге айналу, яғни көптеген аурулар егер дұрыс емделмесе, созылмалы түрге айналып кетуі мүмкін. Тесіктері қазір 7 минут қалды ма? Кірді ғой, вообще экран кезде не шықпайды екен, принять дегенше. Жалпы осы сауығу кезінде бізде бірнеше тетіктер бар, осыны түсініп алу керек. Осы бірінші тетік, ол жедел немесе апаттық тетік дейді. Яғни дерт пайда болады, яғни соны пайда болғаннан кейін бірнеше секунд, минуттан кейін пайда болады. Яғни ол қорғаныш рефлекстер болуы мүмкін, құсу, яғни глюкокортикоидтардың өндірілуі, адреналиннің өндірілуі, яғни жөтелу, яғни мысалы тамақ ауырған кезде, әртүрлі аурулар кезде, температура көтерілген кезде, дене қызым тағы басқалардың реттелуі кезінде, артериялық қысымның жоғарылап кетуі, соның салдарынан мысалы адамның қан тамырларына спазм болады, соның салдарынан адреналин бөлінеді деген сияқты. Сол алғашқы тетіктер осы жедел және апаттық тетіктер деп атайды. Одан кейін салыстырмалы тұрақты икемделістік тетіктер. Яғни бізде адам организмде осы тыныстық, жүрек, яғни бүйрек, бауыр болсын, толықтай ешқайсы миы болсын 100% жұмыс істемейді. Осы мысалы тыныс алудың өзі 20-25% ғана жұмыс істейді. Жүрек 20%, бауыр 20% ғана жұмыс істейді. Осының салдарынан, осы салыстырмалы тұрақты икемделістік тетіктер қосылған кезде, олардың қызметтері, яғни реттеу жүйелері қосылады да, содан адам сауығып кетуі мүмкін. Яғни сіз бір аурумен ауырып бастадыңыз, яғни мысалы қарапайым грипп алайық, грипппен ауырып бастадыңыз, сізде температура көтерілді,
мазаңыз болмай жатырсыз, сол кезде осы тетіктер бірінен кейін бірі жайлап көтеріледі. Яғни дене қызметі біріншіден жедел апаттық тетіктері жоғарыласа, одан кейін салыстырмалы тұрақты икемделгіш тетіктер айналады. Солай үшінші тетік ол тұрақты қорғану икемделу тетіктер болады. Ол жылдар бойы сақталады, яғни гиперплазия, регенерация, гипертрофия. Яғни сізде артериялық давление болды, артериялық давление, яғни артериялық давление жоғарылап кетті, сізде всегда повышенное давление дейді ғой, всегда жоғары болса, онда сізде жүрегіңізге күш түседі, сосын гипертрофия болады. Яғни ол гипертрофия ол бір қорғаныс икемделгіш процесс болғаннан кейін ол екінші рет ол қайтып жазылмайды, ол айлап жылдар бойы сіздің денеңізде сақталып қала беруі мүмкін. Естіліп жатыр ғой, барлығы? Естіліп жатыр. Жалпы енді осы жаңағыда сауығуды біз айттық толық, және шала сауығу деп аттық. Шала сауығу дегеніміз ол құрылым және функциялық ақауларының қалуы, яғни тыртық, жүрек ақаулары болуы мүмкін. Яғни бізде осы тыртық, жүрек ақаулары мысалы келесі аурудың пайда болуына мысалы пайдасын беруі мүмкін. Яғни мысалы тыртық болған кезде ол дальше сол жердегі тіндердің қабынып, ар жаққа некрозданып, некроз болуына ықпалын тигізуі мүмкін. Ал толық сауығу кезінде ол ауру адамнан аластатылады, яғни ауруда болған көріністер барлығы жойылады. Осы жаңа басында айттық қой, аурудың нышандары еңбекке қабілеттілік төмендейді, қоршаған ортаға бейімделу төмендейді деп, сол қоршаған орта мен еңбекке қабілеттілік қайта қалпына келеді. Енді асқыну. Жалпы осы асқыну кезінде организмде бар ауруға басқа бір дерттік үрдістердің қосылуы. Яғни бұған біз ДВС синдромын айтсақ болады. Яғни сіз операциялық немесе хирургиялық бөлімшеде операция жасап жатқан кезде бір жерін кессеңіз, мысалы екінші жерден қан кетуі, яғни қан организмде қан тамырларының бұзылуы, соларды айтсақ болады. Яғни ол асқынып жатыр, немесе бір адамның бүйрегі ауырып жатыр, сіз оған препараттар бердіңіз, белгілі бір препарат бергеннен кейін, бірақ ол препараттар оның жүрегіне күш түсірді, жүрегі ауырып болып басталды деген сияқты, мысалы соларды айтуға болады. Ремиссия деген бар. Ол ремиссия дегеніміз ол бір ауру қайталанады, бірақ соның аурудың қайталану уақытында бірнеше уақытқа жазылып, уақытша жоғалуын біз ремиссия деп атайды. Сосын қайталану деген бар, рецидив, яғни ауру симптомдарының қайтадан пайда болу. Яғни сіз бір аурудың толық жазылдым деп ойлайсыз, бірақ ол егер қайтадан шықса, сол бізде рецидив болды деп аталынады. Сосын бізде өлу кезеңдері бар, яғни табиғи өлім дегеніміз табиғи және мезгілсіз болуы мүмкін. Яғни өлімнің негізі 5 кезеңі бар, ол преагония, яғни арасында ақтық үзіліс деген болады, одан кейін агония, клиникалық өлім және биологиялық өлім. Осы 5 кезеңін жаттап аламыз. Бұл өлім туралы бүкіл сабақта келеді, негізі бүкіл апайлар сұрауы мүмкін. Яғни жалпы преагония кезінде не болады? Преагония кезінде жүрек соғуы мен тыныс алуы жиілеп әлсірейді. Бірақ жүректің соғуы, тыныс алуы тоқтамайды. Артынан жайлап сирей береді, одан кейін артериялық қысым қатты төмендейді, яғни 50 мен 30-ға дейін түсіп кетуі мүмкін кейде. Сосын сана сезімі, рефлекстер үдемелі түрде азаяды, үзілісті тыныстамайды. Яғни бұл жерде только қарашықтық рефлекс қана адамда болады. Яғни қарашықтық рефлекс дегеніміз, сіз жарыққа және де қараңғыға ғана рефлексіңіз болады. Ал қалған рефлекстеріңіз, яғни есту, сөйлеу, тағы да басқа рефлекстеріңіз барлығы дамымай тоқтап қалады, яғни сіз оны басқара алмай қаласыз. Ақтық үзіліс деген бар, яғни ол жаңағы преагония мен агонияның арасында деп айттым. Яғни ақтық үзіліс кезінде жүрек соғуы тоқтайды, тыныс алу, жүрек соғуы екеуі де тоқтайды, рефлекс жоғалады, көз қарашығы кеңейеді. Осы жерде бір түсінетін момент, мысалы бірінші преагония болады, одан кейін ақтық үзіліс болады. Ақтық үзілісте тыныс алу мен жүрек соғуы тоқтады, бірақ агония кезінде тыныстық қозғалыстар қайта пайда болады. Яғни тыныстық қозғалыстар қайта пайда болады, яғни ол чейн-стокс тынысы, гаспинг тынысы болуы мүмкін. Яғни ақтық дем, соңғы рет демалып қалады, соңғы рет демалып, ақтық демім шығайын деп жатыр дейді, соңғы рет демалып жатыр, сол кезде болады. Жүрек соғуы біршама оңалады осы жерде, артериялық қысым 20 мен 50-ның арасында болады. Ол жайлап төмен түсе береді. Сосын мысалы бұлшықеттердің дұрыс қозғалмауы, тырыспа, селкілдек сияқты процестер болады. Сосын осы
Сосын болатын бізде процесс клиникалық өлім. Клиникалық өлім бізде 4-5 минуттың арасында болады, иә. Яғни клиникалық өлім кезінде миға қан бармайды. Яғни бізде клиникалық өлім кезінде пациентті құтқарып қалу. Мына жерде анау 1 минут қалыпты, қазір записьті өшірейін. Қазір тағы да жіберемін сізге ссылка.